Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, құнарлы, көпшілігі сүйсініп жейтін дәл осындай холодец тағамын бірге әзірлейтін боламыз. Қазақша атауын дірілдек деп те атап жатады. Дәл осы холодец тағамы ағзамызға өте пайдалы, яғни сорпасы тұнып тұрған табиғи коллаген десек те болады. Коллаген біздің теріміздің жасаруына, яғни жылтырап тартылуына өз әсерін тигізеді. Сол себепті мейлінше үнемі дайындауды ұмытпаңыздар. Жасалу жолын жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қарап, холодецтің жасалу жолын тамашалаңыздар. Бізге ең алдымен осындай сіңірлі сирақтар қажет. Дәміне қарай мен шамалы тауықтың да етін қосып жібердім. Міне бөліктерге бөлінген сиырдың сирағы, сонымен қатар жылқының да сирағын қосып жібердім. Және де қара кесек еттен шамалы жылқының да етінен қосуды жөн көрдім. Немесе тек сиырдың сирағынан да жасасаңыздар болады. Ыдысымызға алдын ала жуып алған сирақтарымызды осылай салып, үстінен мұздай суымызды құйып, қатты отта қайнатып аламыз. Құйған суымыз етіміздің бетінен асып тұратындай болу керек. Міне біздің бірінші сорпамыз қайнады. Осылай бөлек ыдысқа барлық сирақтарды бөлек алып аламыз да қайнаған суын көбігімен бірге төгіп тастаймыз. Қазанымызға қайта сирақтарымызды салып, үстінен мұздай суымызды құйып, қайнатып аламыз. Екінші суы қайнаған уақытта бетіндегі көбігін мейлінше жақсылап тазартып, сүзіп аламыз. Осымен біздің отымыздың астын баяулатып, яғни жай отта 7 немесе 8 сағат уақыт аралығында қайнатып аламыз. Дәміне қарай түрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Яғни мен шамалы лавр жапырағын қосып жібердім. Егер ұнатпаған жағдайда қоспасаңыздар да болады. Сонымен қатар дәміне қарай тұзымызды, сәбізімізбен бір пиязымызды да салып жібердім. Осымен біздің 7 сағат қайнаған сирақтарымыз дайын. Осылай бөлек ыдысымызға піскен сирақтарымызды салып аламыз. Және де сорпамыздан артық сүйектерін осылай сүзгінің көмегімен жақсылап тазартып аламыз. Одан кейін үстінен үккіштен өткізілген чесногымызды және де үккіштен өткізілген сәбізімізді де салып 5 минут қайнатып, отымыздың астын өшіріп, суытуға жібереміз. Міне біздің өте керемет, яғни былбырап піскен етіміз дайын. Осылай сүйектен ажыратып дайындап аламыз. Етіміздің былбырап, жұмсақ болып піскені көрініп тұр. Осылай майдалап, бір келкі етіп турап дайындап аламыз. Немесе ет тартқыштан да өткізіп қоссаңыздар болады. Құрамына түрлі сиырдың, жылқының және де тауықтың еті қосылғандықтан дәмі енді сөзсіз өте керемет болып шығады. Барлық турап алған етімізді осылай қасығымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте ыдысымызға әсемдік үшін сәбізімізді, жұмыртқамызды және де консервідегі жүгерімізді салып,
Егер жүгері ұнатпаған жағдайда жасыл бұршақ қолдансаңыз да болады. Оның үстінен алдын ала турап алған етімізді жартылай салып шығамыз. Етімізді толтырып салудың қажеті жоқ, яғни жартылай салсаңыздар жеткілікті. Жалпы бұл тағам жаңадан босанған әйелді 40 күн сорпалап қалжалап жатады. Өйткені босанғаннан кейін әйел адамның сүйектері босап, бойындағы, ағзадағы дәрумендері азайып, кальций жетіспеушілік орын алып жатады. Соның орнын толықтыру мақсатында сорпалап терлетіп жатады. Дәл осы холодец жаңа босанған әйелге таптырмас тағам десем де болады. Сол себепті жиі жасап тұрсаңыздар, нағыз дәруменге бай тағам дер едім. Үстінен сорпамызды құйып, біздің холодеціміз толық қату үшін салқын жерге немесе тоңазытқышқа қойып қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай, ыдысты төңкергенде ешқандай түспейді. Демек біздің холодеціміз қатып дайын болды деген сөз. Осылай ыдысымыздан босатып, дастарханымызға ұсынсақ болады. Біздің холодеціміз өте әдемі, тәбет ашарлықтай болып шыққан. Тіпті балалардың өзі де сүйсініп жейтін болады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін подписация батырмасын басып тіркеліп қойыңыздар. Алда өте керемет түрлі рецепттер жүктейтін боламын. Видео ұнаса, лайктарыңызды аямай басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер, және де әлеуметтік желіде жақындарыңызбен де бөлісе отыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар. Ал бізге ас болсын.